Менің каналыма қош келдің. Бүгінгі сабағымыз юбка мен бантик. Мен өз қызыма бантик пен юбканы жарты сағатта тіктім, және сіз де тіге аласыз. Ол үшін бізге атлас матасы, фатин матасы, юбканың беліне резинка, лента және жіп қажет болады. Қандай маталар қажет болатын описаниеге қалдырып кетемін. Сол жақтан көре аласыздар. Матамызды 4 бүктеп, керек размерін сызып шығамыз. Юбканың ұзындығын өлшейсіздер және 4 см артық етіп қиып аласыздар. Ол бізге тігісіне қажет болады. Мен артығымен 45 см етіп сызып алдым. Матаның екі шетінде кромка бар, екі шетінде қиып тастаймыз, ол бізге қажет емес. Келесі бізде фатин матасында дәл осылай атлас материалын қиғандай бір бүктеп, одан кейін және бүктеп 45 см етіп қиып шығасыздар. Бұл фатин матасынан бізге екі деталь қажет болады. Юбкамыз ісіп, көлем беріп тұру үшін екі қабат етіп қиып шығамыз. Инеге жіп сабақтап, жабық шетін соңына дейін тіке тігіс тігіп шығамыз. Тігіп отырып, жібімізді тартып отырамыз. Соңына дейін тіке тігісті тігіп болған соң, қатты тартып, тіккен жерімізді бір көп қайтара тігіп шығамыз. Резинкамызды да жіппен тігіп шығамыз. Дәл осылай екі бантикті де осылай тігіп шықтым. Бантикті тігіп болған соң, қолымызбен ашып шығамыз. Сонда бантигіміз үлпілдеп әдемі болып шығады. Өзіме қатты ұнады.
фатин матасының екі шетін қосып тігеміз. Және екінші детальді да осылай тігіп шығыңыздар. Фатин матамыздың етегіне лентамызды осылай қойып тігіп шығамыз. Бұл бізде юбканың сыртқы беті болады. Лентаның шетін тең бүктеп, фатинді ортасынан салып, лентаның шетімен тігіп шығамыз. Юбканың етегіне лентаны осылай айналдырып тігіп шығасыздар. Соңында 1-2 сантиметр артық етіп қиып тастап, артық қиғанымызды ішке қарай қайырып тігіп шығасыздар. Екі фатин детальдің да жоғарғы жағын тіке тігіс тігіп, бүріп шығасыздар. Жіпті тартсаңыздар, бүріледі. Бұл фатин екінші деталіміз. Етегін осылай зигзагпен қайтардым. Қайтармаса да болады, егер қайтарсаңыздар, анық көрінеді. Регуляторды кішкентай размерге қойып тігіңіздер, сонда әдемі шығады зигзагымыз. Міне нәтижесі осылай шықты. Бұл екінші фатин юбканың екінші қабатында тұрады. Енді атласымыздың боковой шовын тігіп шығамыз және оны обработка жасаймыз шетіне. Зигзагпен немесе оверлогыңыз болса оверлогпен. Енді атласымыздың етегін қайтарамыз. Мен 4 сантиметр етіп қайтардым. Негізі булавкалармен қыстырып алып тіксеңіздер жақсы болады. Бұл тігісті көп тіккендіктен менде қатес шығады. Енді 3 матамызды да қосып шығамыз. Атластың жоғарғы жағын бүріп алсаңыздар болады, немесе тігіп жатқанда складка қойып тіксеңіздер болады. Мен бүріп шыққан жоқпын. Бірден тігіп жатқанда складка қоям деп шештім. Фатинді жоғарғы жағынан артық етіп тігіп шықтым. Соңында қиып тастайтындай етіп, негізі тігіс түсірместен алдын фатин матасының және атлас матасының орталарын тауып аласыздар. 4 жағынан тең ортасын булавкалармен қадап шығасыздар.
Менде осылай шықты. Артық фатиндерімізді қиып тастадым. Және матаның шетін зигзагпен тігіп шығамыз. Резинкамыздың екі шетін қоспастан алдын зигзагтап аламыз, бөлек-бөлек, сосын барып қосамыз. Юбканың беліне 4 булавкамызды қыстырып шығамыз. Ортасын табамыз. Дәл солай резинкамызға да ортасын тауып 4 булавкамызды қыстырып шығамыз. Ең алдымен резинкадағы тігіс пен юбкадағы тігісті бірге қосып тігіп шығасыздар. Резинкамызды тартып отырып, булавкадан булавкаға тігіп шығамыз. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Жасап көріңіздер. Өте оп-оңай. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видео сабағым пайдалы болды деген ойдамын.